Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Менің бүгінгі видеоблогымда сәбіздің пайдасы туралы, сәбіздің кереметте қасиеттері туралы айтатын болам. Кез келген үйде табылатын, асханамызда болатын, өзі қолжетімді бағада осындай кереметте сәбіздің керемет қасиеттері өте мол. Сол туралы бөлісетін болам. Каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасап, өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Баршаңызға мың алғыс, қолдап жатқан жандарға мың алғыс. Жалпы сіз үнемі сәбізді жеп жүретін болсаңыз, және де сәбіздің соғын езіп ішетін болсаңыз, бұл сіздің ағзаңызда қандай өзгерістер болатын туралы толық сұраққа жауап берем. Сіз сәбізді жесеңіз, шикі күйінше соғын ішсеңіз, бірінші аптада байқайтыныңыз қан айналым сізде жақсарады, бойыңызда артық күш пайда болғандай болады, және де энергияңыз артады. Шаршауды ұмытасыз, былайша айтқанда. Екінші аптада қолданатын болсаңыз, ас қорытуыңыз жақсарады, көру қабілетіңіз жақсарып бастайды, оны да байқайсыз. Үшінші аптада терінің түсі бұл жарқырап, кәдімгі нәрленіп бастайды, әдемілене түседі, оны да байқайсыз, жылтырап бастағанын байқайсыз. Сонымен қатар сіздің денеңізде табиғи иісіңіз тартымдырақ бола бастайды, оны да уақыт өте келе байқайсыз. Және де төртінші аптада иммунитетіңіз көтеріліп, онша-мұнша ауруларға ауыра қоймайсыз, және де инфекцияларға қарсы тұра аласыз. Жалпы сүйектеріңіздің мықты болуына да керемет көмектеседі. Ең бастысы сәбізді шикідей жесеңіз, шикідей езіп соғын ішсеңіз өте пайдалы. Себебі сәбіз қайнаған соң бұл 3-2% витамині қасиеті жойылып кетеді. Жалпы сәбіздің құрамында калий, кальций, марганец, темір, фосфор, сонымен қатар магний бар. Және де С, В, Д, Е витаминдері мен микроэлементтерге өте бай көкөніс бұл. Сәбіз шырынын үнемі ішсеңіз, ағзаңыз бұл қалыпқа келіп бастайды. Ағзадағы керек емес заттар, шлактар, токсиндер, сонымен қатар зиянды улы заттарды ағзадан жоюға керемет көмектесетін жеміс, жаңағы көкөніс. Зат алмасу процесін жақсартады. Витаминоз, анемия кезінде пайдалансаңыз өте жақсы көтереді анемияны. Осы сәбізден смузи жасап ішетін болсаңыз, анемияны керемет көтереді. Аш қарынға ішу керек әрине. Жүктілік кезінде әйелдерде изжога болады. Сол кезде шикідей 1-2 сәбіз жейтін болсаңыз, қыжылды керемет басады. Және де бүйрек, бауырға керемет көмек береді. Бүйректі шаюға, құм тасты жоюға жақсы көмектеседі. Көз ауруларында да жақсы көмек береді. Үнемі жеп, үнемі пайдалану керек. Бұл нәтиже көру үшін. Сонымен қатар жасаруға да күшті көмек береді. Үнемі сәбізді сығып, суын ішіп отыратын болсаңыз, бетіңіз жылтырап, нәрленіп, жасарып бастайсыз, оны да байқайсыз. Түрлі маскалар жасауға болады сәбізден. Себебі біздің бетімізге де, ағзамызға да пайдасы өте көп. Және де жүрек қан тамырларда, бұл жүректің қан тамырларына өте пайдалы. Холестерин деңгейін қалыпқа келтіру кезінде пайдалы. Сәбізді көп жейтін болсаңыз, миға қан жіберуді жақсартады, яғни инсульт, инфаркт қаупін 70-80%-ға азайтады. Ас қорытуды жақсартады, терінің қартаюын тоқтатады. Сәбізден маска жасап, сәбіздің өзін шикідей жеп, соғын ішіп жүретін болсаңыз, енді бұл үнемі қолданатын болсаңыз, онда нәтижесі керемет болады. Беттің қартаюына керемет көмек береді. Бүйрек бауыр қызметін жақсы жұмыс жасауына көмектеседі. Және де жүйке жүйесін қалыпқа келтіруге керемет көмек береді. Сонымен қатар балаларға да өте пайдалы. Бұл шикі күйінше күштен өткізіп берсеңіз, соғын шығарып берсеңіз өте керемет. Және де бұл сәбіздің күнделікті тағам жасаған кезде қолданған жақсы. Шикі күйінше емдік қасиет
алғыңыз келсе шикі күйінше пайдаланыңыз. Ал мынау тамақтарға салып пісіріп жеген кезде де бұл кезде де витамині болады, бірақ кішкене азырақтау болады. Сол себепті шикі кезінде аш қарынға қолдансаңыз өте жақсы көмектеседі. Үнемі сәбізді жеп отырыңыздар. Өзі сондай қарапайым, бірақ біздің ағзамызға өте пайдасы көп. Барлықтарыңызға мың алғыс, ауырмаңыздар, аман болыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыз. Баршаңызға мың алғыс.